Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жеңіл және тез дайындалатын салаттың рецептінен бөлісемін. Міндетті түрде қайталап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда өте ерекше қайталанбас салаттың рецептері өте көп. Плейлистке кіріп, міндетті түрде ашып көріңіздер. Ең алдымен бұл салат үшін бізге сыр, 2 піскен жұмыртқа, 1 қызанақ, салатное листья және укроп қажет болады. Алдымен піскен жұмыртқаны және сырды теркадан өткіземіз. Және оны бір ыдысқа жинаймын. Келесі укропты ұсақтап турау қажет. Барлығын жинаймыз. Және қалағаныңызша тұз, бұрыш қоссаңыз болады, бірақ сыр тұзды болғандықтан мен тұз қоспадым. Майонез болмаса кез келген қаймақтың түрін қоссаңыз болады. Менің жағдайымда бұл майонез. Жақсылап араластырамыз. Келесі кез келген орташа қызанақты тураймын. Қызанақты жіңішке емес және қатты қалың емес қылып турау қажет. Салатымызды жинаймыз. Ол үшін алдымен ыдысқа қызанақты қоямын. Және оның бетіне кішігірім, орташа келген салатный листьяны қоямын. Одан кейін бір үлкен қасықпен салатымызды қоямыз. Және оны дөңгелектеп әдемілеймін. Соңында бетіне әдемілік, әсемділік үшін укроп қоямын. Міне, осымен біздің салат дайын. Өте дәмді және тез дайындалады. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Пікірлеріңізді комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.